Баршаларыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ болып шығатын ватрёшка дайындайтын боламыз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ұн, сүт, сары май, ашытқы, бір жұмыртқа және қант қажет. Ең алдымен сүтімізді жылытып алатын боламыз. Оның үстінен ашытқымызды саламыз. Толықтай араластырамыз және қантымызды қосатын боламыз. Қантымыз толықтай еріп шығу керек. Оның үстінен бір жұмыртқамызды қосамыз. Оны да толықтай араластырып шығамыз. Енді ұнымыздың жартысын ғана қосамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Жартысын қосып, осылайша араластырамыз және ерітілген сары майымызды осы кезде құятын боламыз. Барлығын құйып, толықтай араластырып, қалған ұнымызды барлығын қосып, жұмсақ етіп, ең алдымен венчиктің көмегімен кішкене басы біріккеннен соң қолымызбен илеп шығатын боламыз. Көрсетілген мөлшерде қана ұнға қамырды осылай илейтін боламыз. Одан көп, одан аз болмауы қажет. Осылайша жақсылап илеп алдық жұмсақ қамырымызды. Енді ыдысымызға салып, бетін пакетпен жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоятын боламыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Творог, яғни сүзбе, қаймақ, жұмыртқа, крахмал және қант қажет. Ең алдымен сүзбенің үстінен шым-шымдай ғана тұзымызды қосатын боламыз. Оның үстінен қантымызды қосып, вилканың көмегімен араластырамыз. Қаймағымызды қосамыз. Барлық құрамын төменде қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Және бір жұмыртқамызды қосып, бір масса болғанша толықтай араластырамыз. Осылайша толықтай араластырып алдық, үстінен крахмалды қосамыз. Осылайша біздің салмамыз дайын болды. Бір сағаттың ішінде қамырым осылайша әдемі болып көтеріліп шықты. Қыздар, осылайша қамырларыңыз тез ашып шықсын десеңіздер, духовканы қыздырып, ішіне қойып қойсаңыздар да болады. Жарты сағаттың ішінде өте жылдам ашып шығатын болады. Асығыс жағдайда солай істесеңіздер болады. Енді қамырымызды кішкене астына ұнымызды сеуіп, қамырды бірнеше бірдей етіп бөліктерге бөліп шығамыз. Таразымен бірдей етіп немесе көз мөлшерімен осылай домалақ пішінге келтіріп алдық. Осылай формамызға енді пергаментный бумагамызды төсеп, барлығын орналастырып, тағы да бір 10 минуттай бетін жауып қойып, осылайша стаканның көмегімен ортасын осылай басып шығатын боламыз. Алдын ала осылай дайындалған салмамызды толтырып, үлкен ас қасықпен 2 қасықтай барлығына құйып шығамыз. Печкамызды алдын ала 180 градусқа 35-40 минутқа қоямыз. Сол аралықта біздің ватрёшкаларымыз пісіп шығатын болады. Осылай барлығын құйып шыққаннан соң жұмыртқаның сарысымен бетіне жағып шығамыз. Сол кезде өте әдемі жылтыр ватрёшка болып шығады.
Осылайша біздің ватрюшкаларымыз пісіп шықты, өте дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде сізде дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.